Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен песочный қамырдан осындай алмалы пирог дайындайтын боламыз. Пирогымыз өте жұмсақ, дәмді, жиымтал болып шығады. Бір ыдысымызды алып, үстінен 3 жұмыртқамызды салып, үстіне құмшекерді салып, жақсылап шекеріміз араласқанша, ерігенше вилка немесе тек венчик көмегімен араластырып аламыз. Миксер істетуді қажет жоқ, себебі миксер істететін болсақ, көпіріп кетеді жұмыртқамыз. Жұмыртқа көпірген соң жұмыртқа көбірек салуға дұрыс келеді, пропорциямыз дұрыс болмай қалады. Осындай жай ғана араластырып аламыз. Жұмыртқаңыз кішілеу болса 4 жұмыртқа салсаңыздар да болады. Осылай шамамен 3 немесе 4 минут араластырып тұрамыз. Араластырып болып бір шетке ала тұрамыз. Енді қамырымызды жасауды бастаймыз. Бізге қажетті болатын заттар ұн, маргарин. Маргариніміз мұздай болу қажет, қаттылау болу қажет. Себебі оны теркадан өткіземіз, бізде ыңғайлы болу қажет. Осылай теркадан өткізіп, ұнымыз бен маргаринімізді жақсылап уқалап аламыз. Осындай крошка болады. Оның үстінен бір қасық толы разрыхлитель салып, тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Ортасын шоңғырлау етіп, үстіне жаңағы жұмыртқа және шекер салынған массаны құямыз. Жаймен араластырып, шеттегі ұнымызды қосып, жай қамыр илей бастаймыз. Видеоны осы жерін кесіп алған жоқпын. Әдейі көрсетіп тұрмын қамыр қалай жиылып тұрғанына. Жан жақтан ұн қосудың қажеті жоқ. Осындай жұмсақ қамыр болып иленеді. Осындай жұмсақ қамыр болады. Шамалы қолға жабысады. Бұл қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуі үлкендеу, біреуі шамалы кішілеу болады. Осындай пищевой пленканы алып, немесе целлофан пакет алып, кіші жағыны осына пакеттің үстіне салып, жаймен пласт етіп жайып алып, морозильный камераға салып қоямыз. Кемінде 1 сағат тұру қажет. Қамырымыз қату қажет. Себебі бұны джемдің үстінен теркамен өткіземіз кіші жағына. Ал үлкен жағына бір шетке ала тұрамыз үстін жауып. Листімізді алып, мен листімнің размері 30-35, үстінен қағаз төсеп, үстінен тағы да май жағып шықтым, себебі мына қамыр жай ғана қағаздың үстінден жүру шамалы қиындау болады. Сондықтан май сүріп, кейін үстінен қамырымды қойып, осылай тек қолмен жайып аламыз. Оқтай істетудің мүлдем қажеті жоқ. Осылай жаймен жайып кете берсеңіздер, қамырымыз жұмсақ, жақсы жайылады. Мұны қамырымыз жайып болдық. Үстінен мен алмалы джем қостым. Қоюрақ массаны салуға әрекет жасаңыздар. Вареньеміз қоюлау болу керек. Бұған қалаған начинкаларын салсаңыздар болады. Творог пен вишня араластырып, немесе сгущенкамен жаңғақ салып. Негізгі рецептінде бұның ішіне біз малиналы варенье қосатынбыз.
бірақ осындай алмалы джем, күздің күні осындай алмалы джем жасап қоямыз. Осы варенье пирогқа қосу үшін өте дәмді болып шығады. Міне екінші жағын енді морозильный камерадан алдық. Міне қатып тұр, видеода көрініп тұр. Енді осыны алып, үстінен терка көмегімен өткізіп аламыз. Міне теркадан өту ыңғайлы болып жатыр, себебі қамырымыз қатты. Қамырымыз жұмсақ болса, өту қиын болады. Теркамыздан өткізіп алдық. Енді 200 градуста қызып тұрған пешімізге 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Менде газ пеші болғандықтан бірінші астын жағып 15-20 минут пісіріп, кейін үстінен тағы 10 минут пісіріп алдым. Сіздер өздеріңіз пештеріңізге қарап пісіріңіздер. Міне пирогымыз дайын. Сіздермен болған Диана. Видео ұнаған болса лайк басып, арнама жазылыңыздар.